Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қарапайым, өте дәмді, әрі жұмсақ печенье пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қант, ұн, сары май, жұмыртқа, тұз бен қосқыш және де шоколад қажет болады. Алдымен жұмыртқа мен қантты салып араластырып аламыз. Қант еріп, әппақ болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін барып сары майды саламыз. Сары майымыз үйдің температурасында жылы болу керек. Тұз бен қосқышты ұнға салып араластырып жібереміз де, ұнды жәймендеп отырып саламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Өлшемдері видеоның астында жазылып тұрады. Шоколадты саламыз соңына. Дайын болған қамырды формаға орналастырамыз. Бірінші осылай барлығын қойып шықтым. Содан кейін осылай домалатамын. Үстінен басып жіберемін. Енді бұл өздеріңіздің қалауыңызша, фантазияларыңызға байланысты әртүрлі форма жасасаңыздар да болады. Бұл қамырдан 30 печенье шығады. «180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.